Bugünde ümmetimiz ümitsizlikке uçradı. Musulmanlar biz sonca kurbanlık yettik. Onun sanına jetu mümkün emes deydi. Biz özgürlükler üçün kürestik. Және senimsizliktin күші tek bize tamir aldı. Biz özümüzді buğaudan bosatqımız keldi. Бірақ biz eskilerдің üstüne жаңаларын ғана aldık. Biz Yahudilerden qutulğımız keldi. Allah bizge Yahudilerdi qoldavçılardı, Yahudilerдің izbasarların, және Yahudilerдің kömekçilerin köbürek berdi. Сондықтан қазір biz барлық түрдегі еврейлердің билігінде өмір сүріп жатырмыз. Biz бұғаудан құтылғымыз келген сайын, biz сол бастаған ісіміздің басына қайттық. Тыныштықта жеңіс жоқ, үйде отырса жеңіс жоқ, өрмекшідей қозғалмай отырса жеңіс жоқ. Biz өз ісімізбен жеңіске де, өзгеріске де жеткен жоқпыз. Өйткені біз өзгертуге әрекет қылғанымызда олар бізді өлтірді. Бөліктерге бөлді бұл басшыларымыз бізді. Отбасымызбен бірге үйімізден қуып шықты. Сирия қираған, Йемен, Ирак қираған, бөліктерге бөлінген, ғибадат ханаларымыз қорланған, және бізге ешкімнің жаны ашымады. Өйткені біз Құранды ұстанбаймыз. Өйткені біздің назарымыз ислам емес. Себебі біз басқалар сияқты көзі қор соқырға ұқсап, әркімнің жолына еріп жүрміз. Ол дұрыс немесе бұрыс болса да. Өйткені әр қайсымыз бұл тюрма сияқты қоғамда тек өзіміздің қара басымызды ойлауға тырысамыз. Біз дүние үшін өз ара жарысамыз, ал дін бізді екінші кезекте қызықтырады. Бүгінгі күні мұсылмандар кәпірлердің ықыласына бөлену және оларға деген адалдықтарын дәлелдеу үшін бір-бірімен жарысуда. Олардың мүдделері үшін барынша тырысуға дайын. Дүниеде қинау, азаптармен қалған бүгінде экстремистер мен радикалдар олар мұсылмандар деп жатқан уақытында. Бұл мұсылмандар өмірдің шетінде қалды. Және олар туралы Аллахтың елшісі Мұхаммед, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, ислам діні ғариб болып басталды. Және қалай басталған болса, сол ғарибтыққа қайтты деген. Бүгінгі күнде қоғам мемлекеттердің ұлттық саясатына араласпай, бүгінде мұсылмандар айтып жеткізу мүмкін емес орасан зор құрбандықтарға барды. Бірақ олар күресте еш нәрсеге қол жеткізген жоқ. Өйткені олар өзгерістер кіріту үшін күресті Аллахтың адамдарға рақым қылып берген ислам негізінде емес. Исламдық өзгерістер кіріту үшін дінді ұстану керек, Құдайдан қорқу керек, және адамдардың ішінде залым болған басшыларымызға бойсынбай, қорқпай жеңіске жету үшін біз соған лайық болуымыз керек. Исламды нәпсілерімізден жоғары қойып, қайда барсақты Алланың дінін алып жүруіміз керек. Әйтпесе Аллахтың дінісіз қайда барсақта, сол жерде әлемдердің Раббысы тарапынан Алладан жаза аламыз. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب